Мантының қамырын дұрыс илей алмайтын қыздар, экранға жақын отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге мантының қамырын қалай илеуді үйретемін. Мантыларыңыз мантываркаға жабыспай, жыртылмай, езілмей, дана-дана болып піседі, және подливті де қалай жасауды үйретемін. Алдымен салқын суға бір жұмыртқа, тұз және сұйық майды қосып араластырып аламыз. Үстінен ұнның барлығын салып, осындай қатты қамыр илейміз. Қамырды илеп алғаннан кейін 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Ары қарай тағы да илеп қоямыз. Сонда бізде осындай эластичный әдемі қамыр шығады. Салмасын жасауды көрсетпей қойын, барлығыңыз білетін шығарсыздар. Илеп алған қамырдан 2 дана зуалар шығады. Қамырды жұқалап, дөңгелетіп жайып аламыз. Қараңыздар, қамырымыз жыртылмай, өз формасын ұстап тұрады. Салмасын осылай дөңгелектеп салсаңыздар, сонда біздің мантымыз томпайып әдемі көтеріліп тұрады екен. Осылай мантыварканың астын жұқалап майлап аламыз. Мантыларымызды орналастырамыз және де үстіңгі бетін де майлап шығамыз. Қатты майлап жібермеңіздер, мантыларымыз майлы болып кетеді. Ары қарай білесіздер, уже 45 минутқа қайнап тұрған суға қойып қоямыз. Бетіне подлив дайындаймыз. Қызып тұрған майға пиязды қуырып аламыз. Үстінен теркадан өткізілген сәбіз және томат пастасын қосамыз. Араластырып тоз бұрыш салып, кішкене су құйып, бетін жауып, баяу отта қойып қоямыз. Осымен біздің мантымыз пісті. Мантының қараңыздар, осылай бір-біріне жабысып қалмай, қамыр әдемі болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп қыздар жасай алмаймыз деп жазып жатады маған, сондықтан сіздерге арнап рецепт түсірдім. Осылай жасап көрсеңіздер, мантыларыңыз күшті шығатын болады. Рецепт ұнап жатырса, парақшама дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.